Барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен пранкер Аю достар, менің жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгін тағы да Машаға пранк. Бүгін мен солым көрші болып, достар, барлықтарың жақсы көретін сәлем көрші дейтін бар ғой. Сол ойындағы солым көрші болып, Машаға пранк жасаймын, Машаның реакциясын көретін болам. Достар, өтініш сендерден арнаға тіркеліп кетіңдерші. Менің арнамда 90% подписчиктерім тіркелмей қалады екен. Давайте дәл қазір сен тіркел, осы видеоны қарап отырсаң, тағы да лайк бас, тағы да осы видеоға давайте 500 лайк смело жинап тастайық, достар. Сендердің қолдарыңнан келеді, білемін, менің пранк видеоларым ұнайды, сондықтан сендерден қолдау күтемін. Тағы да смело лайктарыңды басыңдар. Бүгін мен зұлым көрші болып Машаны шорттатын боламын. В общем, видео керемет қызық болады. Ендеше біз бастаймыз. Ой, бүгін бізде күшті погода болып тұр. Погода дейтін дерзкий болып тұр кәдімгідей. Аю қайта кеттікен, Аюды көрмегелі біраз болды. Аю дейтін пранк жасап, маған соңғы кездері менің жынын дамтырып жүріп кәдімгідей. Кеше дейтін келгенде басына іске баратын, мен бір ұрған болатын. Ұйықтап қалып, сосын мен ақырын қашып кеткен болатын, достар. В общем, қалайсыңдар, достар, барлықтарыңа сәлем. Достар, мен Маша. Тағы да Аюге жоспар құрып жатырмын пранк жасауға. Сол жоспар бұйыртса шығатын болады, сендер лайктарыңды басыңдар. В общем, мен қазір қалаға барып келу керек маған. Менің бір жұмыстарым бар. В общем, достар, менің үйімнің жанындағы үйді осы жердің жекелі үйін сатты. В общем, біреу сатып алған, білмеймін, бір бай адам сатып алған енді. Білмеймін кім екенін, артынан көре жатармыз жағдайды, бірақ бүгін Аюды үйге қонаққа шақырған болатынмын. Қайда екенін білмеймін, әлі келмей жатыр, түсінбей жатырмын өзімде. Жалпы Аю маған ренжіп жүрген сияқты. Солай сияқты, ренжіп жүрген сияқты ғой. Так, Аю маған ренжіп жүрген сияқты, достар. Соны байқап тұрмын. В общем, солай, достар, өздерің ойлаңдаршы, енді өздерің ойлаңдаршы, достар. Маған қаншама пранк жасады бар ғой. Уже жалығып кеттім ше пранктарынан. Шошытат келіп алып мен басын скыбырып мен бір ұрған ғой ше. Солай ренжіп қалып. Қой барсын мен. Так, қалаға барып не істеп тұрмын. Бұрышқа үйіне дұрыс не істемей келетін сияқты ғой. Осы үйге келетін болады. Так, жаңа көрші келетін болады. В общем, мен қалаға барып келейін. Достар, мен Машаның үйіне келдім. Қазір Маша қалаға кетті. Мен білемін, алдында маған айтқан болатын. Тағы да мені қонаққа шақырған болатын. Бірақ мен бүгін, достар, қонақта зұлым көрші болып келетін боламын. Осы жанындағы үйді сатып алып жатырмын. Тағы да Машаны шошытып, Машаға дейтін кәдімгідей пранк жасайтын боламын. Так, зұлым көрші боламын. Вообще прям айғайлап ұрсып, типа тиісіп, үйім осындай, типа осыны алып таста деп тиісетін боламыз. В общем, Машаға. Так, Маша үйінде жоқ. Машаның ең кішкенен істеп кетейік. Міне, кесе жынданады Маша кәдімгі. Так, осылай өтіп алайық. Так, достар, Машаның реакциясын көргім келіп тұр. Кәдімгідей қаладан тез келсе екен, мен қаладан келгенше дайындалайын. Так, в общем, қызық болайын деп тұр ғой, достар. Не білеймін, жеделдер қалай есі алады, мен түсінбеймін бар ғой. Есігі жоқ, есігі бар бір кейбіреулерінің, түсінбейсің вообще. Так. Салам алейкум, қалайсыңдар? Үйлерің сатасыңдар ма? Барлықтарың үйін сатып алатын болам. Че там? Не алдыңа сен фартук? Не істеп аласың алдыңа бірдеңе? В общем, достар, так, жеделдер не түсінбей жатырмын, ауылда жеделдер көп сияқты. Алдында аз сияқты, білмеймін, қазір Маша дейтін. Салам алейкум. Осы үйдің хозяйынсыз ба? Салам алейкум. Қазір анау жүгіріп келеді, охранниктері бар өздерінің. Так, Маша тезет келсе екен. Так, достар, в общем, мен Маша келмей жатып, бір менде жоспар болып тұр. Машаның үйінде осылай қазір көретін боламыз. Так, Маша үйіне кіреміз, достар. Кіріп осылай, так. Маша үйін екінші үйі қайда екен? Екінші үйі осы ауылда еді, тоже қайда кетіп қалды екен. Так,
Машаға достар тиісетін боламыз. Машаның үйінің кішкене осылайын істеп кетейік. Пранк ұстап есігін алып тастайық. Кәдімгідей Маша келсе жынданады қазір. Так, басқа не істесек болады тағы да достар, комментарий жазып кетіңдер. Машаға келесіде қандай пранк ұстайын. Так, тездетіп барып алайын мен. Осы жаққа қарап жүру керек. Мына достар, Машаның екінші үйі міне осында бар. Екінші үйі бар Машаның. Осы дәу үй, осы үйге келеді Маша. Білем мен оны достар. И мен Машаның үйінің жанынан қараңыздар, мына жаққа не жасап тастаған. Алып тастау керек тоже, мынаны алып тастау керек, мынаны алып тастау керек, мынаны істеп кеткен құрсын. В общем, мұнда алдын комната бар еді, комнатаны бітеп тастаған ба, в общем, түсінбей жатырмын. Ну ладно. Бір мәнісі болар. Мен осы үйді сатып алып жатырмын, қараңыздар достар, осы үйді сатып алатын болам. Тағы да Маша келсе қазір дейтін. Кәдімгідей шығып алып, айғайлап, ұрсып. В общем, сосын ол білем, ол мен шақырады, Аюге айтам деп, Аю мен шақырып алып, потом маған айтады да, менен көмек сұрайды, мен білем Машаны. В общем, достар, солай. Так, достар, қайда кетіп қалды? И достар, ойлаңдаршы, мен алдында Машаға нормальный пранк жасамай үйіне қонаққа келген болатын. Маша мені кәдімгідей, мынау не істеген аяқтан, үйінен кәдімгідей қуып жіберген болатын достар, өйткені аяғың балшық, типа осылай деп. Мен ол кезде үйім болмаған, мен ол кезде үй сатып алмаған, мен ауылға алғаш келген кезімде Маша мен үйіне кіргізбей қойған болатын. Сол кезімде мен Машаға кәдімгідей жынданып қалған болатын достар. Так, бешкаға ашып қарай салайық, Маша келе жатыр ма екен? Так, Маша қайдасың? Маша қайдасың? Деп. Өй, түсіп кетті құрсын. Аю қайда кетті екен? Аю келмей жатыр. Маған так, осыны тұрып алайық. Біздің жаңа көршіміз келді ме екен құрсын? Так. Жечілдер ауылда бәрі не істеп кетті, толық не істеп жүр, бәрі огород қарап жүр деймін. В общем, достар, мен алдында Аюды бар ғой, бекер қуып жібердім үйденші. Мә, жаңбыр да жауып кетті. В общем, достар, үйге барайын тездетіп мен. Екінші үйіме барып алайын. Достар, в общем, мен алдында бар ғой, Аюды бекер қуып жібердім үйден бар ғой. Аю қазір жаңбырда жүрген сияқты ғой. Өзінің үйіне сатып. Достар, осы видеоның жалғасы, осы видеоға сендер 400 лайк жинасаңдар шығатын болады.